Сәлем қыздар, егерде күрішіңіз езіліп пісетін болса, бұл видео сізге арналған. Осындай шашырап пісіретін палау дайындайтын боламыз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға ет, осындай қарын салдым. Салмасаңыздар да болады, менің балдарым жақсы көргендіктен қарынды қызартып тұрып, қуырып салатын боламыз. Және де үстіне осындай сәбізімізбенен жуамызды саламыз. Мен үнемі сары сәбіз пайдаланамын. Өте дәмді болып шығады қызыл сәбізге қарағанда. Содан соң осылай турап бәрін дайындап аламыз. Оған дейін біздің етімізде қуырылды, және де жуамыз бен сәбізімізді салып, үстіне дәміне қарай тұзын және де суын құйып, бұқтырып қоямыз піскенше. Мен лазер күрішін пайдаландым. Өте дәмді күріш. Сіздерге де пайдалануға кеңес беремін. Жақсылап жуған соң, осылай біздің пісіп тұрған етіміздің үстіне салып, үстіне батып тұратындай су құйып, тұз салып бұқтыратын боламыз. Осы жерде бұқтыруға осындай қағаз пайдаланасыздар, және де қақпағын жауып қойсаңыздар, өте жақсы суын тартып, бір келкі пісетін болады. Әрине, палауды салатсыз елестету мүмкін емес, сондықтан осындай біздің балғын салатымызды дайындайтын боламыз. Және осы жерде чеснок салуды ұмытпаңыздар, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Қыздар, біздің палауымыз дайын болды. Қараңыздар, күріші шашырап, әдемі болып шықты. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін осы әдіспен. Және де сіздің балаларыңыз қарын жей ма және палауға саласыздар ма, комментарийға жаза кетіңіздер. Ас болсын.